Астана еліміздің бас қаласы. Астана Евразияның нағыз географиялық кіндігінде орналасқан. Қаланың Астана ретінде тұсауы кесілген күн 1998 жылы 10 маусым. Қаланың негізі 1932 жылы қаланған. Ол Ақмола деп аталған. 1968 жылы Целиноград болып өзгертілді. 1992 жылы қалаға тарихи атауы қайтарылды. Астана Қазақстанның жаңа қаласы. Оның шекарасы 710 шаршы шақырым. 9 жолдың торабында республика территориясының төрінен орын тепкен. Шетелдік қонақтар оны дүниенің 8-ші кереметіне теңеп, інжу маржан деп бағалауда. Есіл өзенінің сол жағында Қазақстанның жаңа астанасына жарқырай енген жаңа астананың символы Алып Бәйтерек монументі. Биіктігі 97 метр, рухы жағынан да, мағынасы жағынан да бізге, яғни қазақ халқына барынша жақын. Бәйтерек астананы құс ұшатын биіктіктен көрсетеді. Думан ойын-сауық орталығында әлемде теңдесі жоқ, ішінде акула, сегізаяқ, жайын, скат, қылыш балық, бекіре сияқты неше түрлі балықтар жүзіп жүрген мұхиттық аквариум. Кешенде джунгли аттракционы, интерактивті ойындар зонасы, аквапарк бар. Қалада ұлттық академиялық кітапхана, оқу орындары, елбасы отыратын Ақорда, Тәуелсіздік сарайы бар. Сүйікті елордамыз Астана қаласы, болашақтың қаласы. Көз алдымызда өсіп, бүгінгі және болашақтың саяси, экономикалық һәм мәдени орталығы ретінде қанат жайып барады. Ерке Есіл жағасында бой көтерген, ерекше сәулеттік ландшафтары бар, бірегей мүсіндік нышандары сап түзеген, жоғарғы технологиялы болашаққа ұмтылған, өзгені сыйлап, өзінің жаңа астанасымен, өз елін шексіз мақтаныш тұтатын, көп дінді, халқы бар, әсем де мейірлі астанамыз міне осындай қала.